бірден көзге түсетін нәрсе ол Ақтөбе командасының орталық шептегі футболшылардың әлсіздігі. Мынандай орталық шептегі футболшылармен сен чемпионат ұта алмайсың. Тобыл, Қайрат деген сияқты командалармен ойнаған кезде жаңа Эльдар айтқан мәселе білініп қалып жатады. Ал басқа кіммен Ұлытау деген сияқты командалармен ойнаса білінбей қалады. Чемпион боламыз дейді да. Бірақ жасалған трансферлері ол Үсенов, Қайрат Нұрдәулетов меніңше күтіп отыр әлі. Өйткені жақында осы турда болмаса келесі турларда Карпович, кім бар бізде тағы Уразбақ, Ливчук секілді адамдар кету керек та. И бұл жерде Қайрат Нұрдәулетов бір жақсы команда келгісі отыр негізі. Енді Ордабасы жақсы легионер алса, онда команда үштікке таласады. Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты футбол сүйер қауым, құрметті Қазақстан футболының жанкүйерлері. Бұл Спорт Пульс YouTube арнасындағы топ жетпес бағдарламасы. Футболдан Қазақстан премьер лигасының 11-ші тур ойындары аяқталды, өте қызықты ойындар болды. Бұл турда жалпы 8 қызыл қағаз көрсетілді, сондай қызыл қағазға толы ойын болды. Бүгін осы ойындардың барлығын біздің тұрақты сарапшымыз Әлібек Кенжалымен бірге талқылаймыз, және бүгін бізде қонақта Спорт Пульстың басшысы деп айтсақ болатын шығар, Эльдар Аманбаев. Қош көрдік. Ешқандай бір қонақсыз өзіміздің Спорт Пульс командасы. Бүгін алғашқы ойыннан бастайық. Негізі ойыннан бастамас бұрын, жалпы Эльдар, сіз қалай ойлайсыз, осы маусымда неге қызыл қағаздар тым көп болып кетті? Негізі дұрыс, қызыл қағаздардың туры болды. Алдында көп сенсациялар болса, қызыл қағаздар көп. Енді біздің чемпионаттың 11-ші туры ғой. Енді 20 қанша болады, 26 тур болса, соның жарысына келіп қалдық та, көптеген командаларға ұпай керек, көптеген бапкерлерге өз орнын сақтап қалу керек, көптеген ойыншыларға өзінің ұлттық құрамаға лайықты екенін дәлелдеу керек. Сондықтан да әрбір ойында бізде бір жанкешті жаңағы жайттар болып отыр ғой. Негізі мен келісемін, біздің көп әріптестер Қазақстан премьер лигасын АПЛ-ға теңейді. Өйткені АПЛ-да білесіздер ғой, кейбір Бормут, Брайтон, астыдағы Саутгемптон, Лестер деген секілді командалар кейде фавориттерден ұпай алады да. Біздің КПЛ-да да сондай жаңағы не көп болып кетті нәтижелер. Сондықтан бұл жердегі соңғы орында келіп жатқан Атырауда қазір өзін ұтқысы келеді, Қайсар, Ұлытау, басқа да клубтар, және әрине бұл жерде эмоцияға толы ойындарда не болады? Ержігіттердің жаңағы несі шығады ғой, адреналин шығады ғой. Сондықтан байқамай Аслан Дарабаев секілді қызыл қағаз алып қалады. Бірақ біреуі байқамай алса, біреуі әдейі алып жатады деген секілді, біреуі енді бір эмоцияға ерік береді. Енді барлығын бүгін түсіндіре кетеміз. Осы 8 қызыл қағаздың әрқайсысы да бір енді андай бір мен үшін бір андай спорный емес, кәдімгідей әділетті түрде берілген қызыл қағаздар болды. Алғашқы ойын бізде Семейде өтті. Елімай өткен турда Қайратты жеңіп, осы турда Астанадан жеңіліс тапты. Есеп 0-2, Кәрімов пен Усман Камара гол соқты. Жалпы Астананың Елімайдың ойын туралы не айтасың? Елімайдың ойын туралы бұл жерде енді 3 орталық қорғаушы өзгерді. Карпович былай қарсыласқа қарсы бір 3 қорғаушыны шығарып көрді. Жұмаханов пен Адеибо, сосын Чаласан үшеуі шықты. Үштік гол жүзеге аспады, бірақ біздер қазір есепке қарап айтамыз да, Елімайға не болды анау. Бірақ бірінші бір 20 минут 15 минут қарасақ, Сферидовтың 2 мүмкіншілігі болды. Майкның бір мүмкіншілігі. Соны салса, арғары ойын қалай болатынын білмеймін да. Сол момент солса, білмеймін. Жағдай басқаша болады. Қазір әңгімеміздің риторикасы өзгеріп тұр да. Елім Астана на опыте алып кетті, 2-0 деген сияқты айтып тұрмыз да. Бірақ мүмкіншіліктер болды. Бірақ Карпович та ойыннан кейін өзі айтты, біздің қазіргі енді деңгейіміз Астанаға жетпейді, біздің кадрларда жетпейді, бізде Корзун секілді ойыншыларда қазір жарақат бар, Мулич сияқты. Мулич айта кетейік, ол қазір келісімшарт үзді, кетті Елімайдан. Сол енді Елімайда алда Ордабасы күтіп тұр, сырт алаңда. Енді Карповичтің алдыңғы шығарымда айттық қой біздер, несі орны шамал қозғала бастаған сияқты деп. Білмеймін, енді Ордабасыда шешілетін сияқты. Сол қазір Елімайдың жеке парақшасына кіріп комменттерді оқысақ та 50 комменттің ішіндегі 49-ы Карпович аут деген әңгімелер бар. Сол енді Елімайдың жағдайы бойынша сол. Қазір мен
бір біздің серіктес болғаннан кейін көп зат айтып қоймайын деп басын бәлеге алмай тұрғанда елдар бірінші айтсын. Жоқ, айту керек, неге? Жақсылығын айт дейді ғой қазақ. Карпович аут деген комментарийлер толып жатыр негізі шынында. Ол кеткен жағдайда оның орнына лайықты кім бар деп ойлайсыз? Қазір бізде айтпақшы Қайрат Нұрдәулетов. Иә. Бір отставка болса бірден соны естиді ғой. Инсайт. Жоқ, негізі бұл жерде жанкүйерлердің Карпович аут деген сөздері жаны бар. Өйткені мен кеше сол ойынды жүргіздім өзім Қазспорт телеарнасында. Елімайдың бір ойын почеркі жоқ. Елімайдың бір ойын почеркі жоқ. Оқжетпес, Астана, Қайрат, Тобыл, басқа клубтарға қарасаң, білесің де қандай футбол ойнайтынды. Ал басқа сол жаңағы бізде төрттік бар ғой, мықты, Ақтөбе қосып алып, бұл төрттікке, сол төрттіктен бөлек командалар ішінде осы топтарға жақын команда Елімай. Составы бойынша жаңа өзінің футболға деген бір махаббаты бойынша, жаңа инфраструктура барлық әдемі ғой. Кеше солды алып болды. Жанкүйерлер негізі күшті футболды күтті, және Әлібектің айтқанымен келсем, Сверидов салса, бірінші голды, ойын басқалай өту керек еді. Алайда бұл ойында бір андай бір семейге жиналған жанкүйерлердің бір махаббатына бөлінетін эпизодтар аз болды негізі. Қандай бір тики-така, ортамен ойнау, жаңағы вертикальды шабуылдар, тек қана Жұмаханов алады, алдыға, Пайруз не жасайды, бір ортаға береді, ортадан ешкім теппейді, мысалға Түлебай тепті бір-екі рет өзіне алды, ол жігітті ата кету керек, кеше өте жақсы ойын өткізді. Ади Адамбаев деген қапталдағы қорғаушы өте жақсы сенімді ойнады. Бірақ та в купе жаңағы айтады ғой, Карпович растады, Астанамен қазіргі Елімай тең өнер көрсете алмайды. Осы жерде әрине Елімайдың енді бір басшылығына бір сұрақта, маусым басында біз чемпиондыққа таласамыз дейді да. Бұл жерде енді бас бапкер Керем Ағайша бір ой айтып отыр да. Қазір осындай ойынмен, осындай құраммен Елімай чемпиондық тұрмақ, бестікке де кіре алмайтын сияқты. Және жанкүйерлердің басты талабы жақсы футбол көргіміз келеді. 0-2 ұтылсын, мейлі, бірақ андай бір болады ғой, күшті ойын көрсетіп, ұтылатын командалар болады ғой, мысалға. Сондай секілді. Бұл жерде енді Карпович кетсе де, кетпесе де орнына кім келеді, сол бір проблемалар қалатын сияқты. Соңына дейін меніңше Карповичке әлі мүмкіндік береді, өйткені Ордабасы да жақсы келе жатыр қазір, мысалға көптеген ойындарын ұтып жатыр. Астанамен ойнады, Қайратты ұтты, Қызылжармен теңесіп болды. Егер футболға қарасақ, Елімайдың ойыны нашар, бірақ енді жаңағы турнирлік кестедегі жаңағы ұпайларына қарасақ, негізі Карпович соншама бір балағаттайтын деңгейге әлі жетпедік деп ойлаймын. Атыраудағыдай ғой, Атырауда мысалы 3 бапкер ауыстырды осы маусымда, бірақ ойын сол ғой, ешқандай өзгеріс жоқ. Карпович кеткеннің өзінде де сол бір осы ойын қалатын сияқты. Карпович орнына кім келеді? Келсе бір жақсы шетелден, Ресейден, Беларусь, сол жақтан емес, бір батыс Европадан бір келсе, бір жақсы, Балкан елдерде де емес, бір кәдімгідей бір Гатузо деген секілді, Пирло деген секілді, мысалға күшті бір ойынды өзгертетін, және ойыншылардың футболын 2 сатыға жоғарылайтын бір бапкер келсе, мейлі. Ал енді мысалға Нұрдәулетов, Карпович, білмеймін, екеуі бірдей секілді. Адиев келмейді. Адиев ол Динамо Махачкала деген командаға барып қалуы мүмкін. Жақын арада ол туралы да ақпараттар. Жоқ, мен ойлағаным Елімайдың енді ақшасы бар ғой, мысалы Атырауға барғысы келді, енді Атыраудың қаражаты жетпеген сияқты. Елімайда ақша бар ғой, енді Елімай шамалы ақша үстінен қосып берсе, Адиев неге келмеске деген ой бар. Мен біздің клубтар таң қалам негізі. Легионерлерге көп ақша жұмсайды да, бапкерге қалғанда бір айып қалады. Неге? Өйткені керек емес кезде бір айып қалады. Одан да сол 1-2 Мулич бар, кім бар ойнамайтын, Майкон дегендер бар, мысалға Флореску дегендерін бас тартып, орнына сол ақшаға бір жақсы ойынды түзеп беретін бапкер, сол бапкердің жанына біздің қазақтың жас маманын қойып, ол үйренсе, одан кейін барып бір жақсы футбол шығатынына мен сенемін. Бізге жаңағы ақшаны легионерлерге емес, жақсы бапкерлерге, жақсы кадрларға жұмсау керек. Келесі бізде Астанада өте сұрапыл ойын болды. 2-2 есебімен жеңіс, Ордабасы ойын өтті. Ислами Қуаттың ситуациясы туралы айта өтейік. Сол сәтте гол жайында айта өтейік. Ереже бұзылды ма, бұзылған жоқ па, фул болды ма, болған жоқ па?
Сары қағаз бойынша мен айта кетейін, өйткені көптеген біз өзіміз инстаграм парақшамызда да жазып кеттік қой, пост қалдырдық. Бұл жерде енді әзіл ретінде қалдырған пост қой бұл негізі. Исламбек Қуат бірінші 64-ші минутта жаңылмасам сары қағаз алды 65-те, бірақ ол сары қағаз Сағи Сәбитке берілген. Исламбек Қуат допты қалтырды, Сағи Сәбит ол трансляцияға ілінген жоқ, оны барып сосын маған жаңағы федерациядағы жолдастар жіберді. Сағи Сәбит допты теуіп жіберді, тез ойынға қоспасын деп жеңіс Ордабасы командасы соған сары қағаз береді. Ал Исламбек Қуаттың бірінші сары қағазы ол сол 80-ші минуттан кейін. Бұл жерде барлығы дұрыс. Біздің Қазақстанның төрешілер сондай бір жаман дно деңгейге жеткен жоқ. Ал көптеген парақшаларда жаңағы Шайзада, Малый, басқа да футболшылар шығарды ғой. Баяғы бізге осы төрешіні қоймаңыздар, бізді засудить етті деген секілді әңгімелер менің ойымша өз ойымша орынсыз. Маған төрешілік бір соншама қатты ұнаған жоқ. Бұл өткені бір Қараманның қызыл қағазы болу керек еді бір-екі жерде, бірақ жаңа Қуатқа заслон ол болды. Бұл жерде меніңше бас төреші голды дұрыс есептеген жоқ. Тұңғышбаев гол салған кезде бұл жерде 100% офсайд болды. Сол себепті төрешіге сондай бір қатан, сондай бір ашулы жазып, төреші нашар бізді қоймаңдар дегенде. Бапкердің өзі айтты осысын. Бапкердің өзі бұл жерде қаншалықты рас екен, дұрыс екен білмеймін, бірақ енді алаң бар ғой 90 минут. Сол 90 минутта өзін дәлелдеу керек еді негізі. Ордабасы 2-0 есебімен жеңіліп жатқан кезде бірақ ойнады. Егер бірінші минуттан бір осындай бір темперамент, бір характермен ойнап жатса, Ордабасы меніңше бір жеңіске жетуге лайық еді. Керісінше жеңіс командасында мақтап айтып кету керек еді, өйткені грекиялық бапкер бар ғой, Вавалис кеткеннен кейін Алиев, Пиралы тізгіндеді ғой команданы, голдар соға бастады, команда. 2 гол дегеніміз жеңіс үшін бұл кәдімгідей не ғой? Кәдімгідей өте мықты результат. Астанаға 2 гол салды. Астана ұтты. Жалпы Алиев кезінде 3 ойнады ма, соны 5 гол салды мысалға. Тамаша жетістік. Команда үшін қуаныштымыз, және біздің қазақ балалар үшін қуаныштымыз. Өйткені екеуі де өзінің Қазақстан премьер-лигасында дебюттік голдарын салды. Және өте тамаша ойнады. Есептелмеген гол туралы. Автогол болды ғой негізі ол жерде, Жоау Паулиньоның пасынан кейін қателеспен Чаласан өзінің қақпасына салып кетті. Ол жерде мен келсем, Айдын Қожахметтің да посты шықты ғой, жеңістің спорт директорын. Мартиннің айтқанына байланысты мен постты оқып шықтым, жартылай келістім, жартылай келіспедім. Енді жалпы келісетін затым, Айдынмен бір келісетін зат. Бізде төрешілік енді идеалды емес, деңгей өте төмен. Бірақ біреуге бүйрек бұйырып жатыр дейтін затты айту керек емес. Себебі бізде төрешілер барлық командаға қарсы қателеседі. Ақтөбеге Тобылға қарсы қателесті. Кеше керісінше Ақтөбеге бір жақтасқандай ол. Одан кейін білмеймін, Астана бір матчтарда көмектеседі, келесі матчта керісінше. Бізде андай бүйрек бұйыру дейтін бір жаққа бұрып атқан жоқта, барлығына қатысты. Ол төрешілердің жалпы деңгейі өте төмен, ол деңгейі. Ол деңгейі бойынша енді португалиялық маман туралы да айтамыз. Ол қайда қарап жатыр, білмеймін, енді бұларды қалай дұрыстаймыз деген әңгіме, ол басқа сұрақ. Жалпы сол Айдын Қожахмет, бірақ Айдын Қожахметтің енді бір сөзі маған келіспеймін, жалпы келіспеймін бір сөзімен, Мартин кеше ғана келдің, сен кімсің былай айтатын деген сияқты. Ол дәлелдеу керек емес та, ол кім екен, ол жалпы бас бапкер, ол өзін айту, өз пікірін айту, өзінің құқығы. Айтты, жалпы ол бірінші жеңу керек емес, жеңілу керек емес, бірінші айту үшін, өз пікірін білдіру үшін, ол обязательно біздің Қазақстанда бір чемпионатты немесе кубокты оту қажет емес. Ол өзінің пікірі, ол өзінің командасын қорғап жатыр. Мен сосын шымкенттік Ордабасының парақшасына өтіп комментарияны оқыдым да, шымкенттік жанкүйерлерге де бір иза болдым. Мартинге қатысты ешқандай сұрақ жоқ, қандай аут дейтін сияқты болды, босат деген сияқты әңгіме жоқ. Сізді қолдаймыз, ертең Елмайға қарсы стадионды толтырайық, ертең жеңейік деген сияқты, мына төрешілердікі ладно деген сияқты, құрсыншы деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Сіз баптай беріңіз, ойыншыларды ауыстырайық деген сияқты, сіз қалыңыз деп айтып жатыр. Жалпы андай қазір Шымкентте бір бапкермен кімдердің жанкүйерлердің бір қарым-қатынасы өте жақсы сияқты. Сол себептен бір позитивті қараймын Ордабасының перспективасын. Және бір қуантатыны кешегі ойында Ордабасының ойынын біздің қазақтар
стата, иә 8 ойыншы шықты. 8 ойыншы шықты, және Малый, жаңағы Тұңғышбаев, Астанов, Халматов, барлығы өте керемет ойнады. Бұл жерде енді сол легионерлердің мәселесі ғой. Ордабасыда жақсы бір легионер болғанда, Қайрат сияқты, Астанада сияқты онда клуб чемпиондыққа таласушы еді. Бірақ селекцияда жіберген қателіктер, өйткені мен ақпаратым бойынша, енді барлығымыз білеміз ғой, жаңағы бұрынғы украиналық, өзбекстандық футболшылар, легионерлер қанша ақша алды, ойбай, әрбіреуінің зарплатасы 20 миллионға татиды, бонус бірдеңке. Мына шақырылған легионерлердің ақшасы солармен пара-пар. Бірақ футболы жер мен көктей. Сол себепті бұл жерде енді бапкерлік құрам, Ордабасының басшылығы әдейі жасап жатыр ма, қазақтарды шығарып, немесе сондай бір жағдайға жетті ме екен, обстоятельства сондай болып қалды ма екен. Бірақ бір қуантатыны біздің қазақтың және қазақстандық ойыншылар әрбір ойында Ордабасы сапында өте керемет жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Оның себебі жаңағы кеңейтілген тізімге 6 футболшы Ордабасыдан ең көп шақырылған. Міне оның себебі. Сондықтан басқа да клубтарға бұл енді сабақ бола ма, болмай ма, енді Ордабасы жақсы легионер алса, онда команда үштікке таласады. Ал егер осындай құрам қала берсе, онда Мартин мырза сол бір Еврокубокқа таласып, жаңағы сол кубокты ұтып, бүкіл акцент кубокқа берсе, мен таң қалмаймын. Жеңіс туралы айта кетейінші, алдында Адилионың Астанаға қарсы бір 2-2 кезінде бір мүмкіншілік болды ғой, Маңдайшаға тиген кезде. Мұнда да 2-0 кезінде бірге бір емес, бір жақсы мүмкіншілігі болды. Соны салса 3-0, сонымен ойын негізі біту керек. Жалпы жеңістің ойыны көп қадағалап жүрміз ғой Астанада. Сол Адилио бір анда бір 6-5 ұпай алып мықты. Әрбір ойында 1-ші минут 90-ші минуттан ойнайды, андай қара күші бар екен, жылдамдығы бар, бірақ техникасына келгенде сондай бір реализациясы өте бір төмен да. Сол Адилио өз мүмкіншіліктер салған кезде қазір жеңіс негізі бір 5-6 ұпай негізі жоғары тұратын еді. Жеңістің жалпы орталық шебі өте жақсы. Қараман, Мади Хасен болғанда тіпті жақсы. Хасен, Мади, Қуат үшеуі мүмкін шығып, жалпы тіпті андай бір стена болады ғой, қазақстандық стена. Сол үшеуді өкінішке орай Мади осы маусымда мүлдем ойнамайды. Оның жарақаты бар. Келесі маусымда енді тағы оның жақсы ойынды күтеміз. Бірақ енді Қуатқа сөз жоқ. Қуат енді өзінің энергиясымен, жаңағы өзінің характерімен жеңісті бір бөлек деңгейге шығарды. Келесі ойын бізде Қостанайда, айтпақшы Тобыл стадионға көшті. Манежден есеп 5-0 болды. Атыраумен ойнады. Бұл жақта да қызыл қағаз болды. Гадрани қызыл қағаз алды және бүгін клубтан кетті. Ресми түрде қызыл қағаз меніңше орынды сияқты. Соғылған 5 гол бойынша Зуевқа қуаныштымын, өте қуаныштымын. Жаңа тізімге кірді ғой біздің ұлттық құраманың. Гол плюс пас жақсы, керемет. Зуевтің ойыны ұнап жүр соңғы уақытта. Жалпы Тобыл қазір өте сенімді келеді. Қазір енді Папатердің матчкамда бірінші орында ғой негізі. 2 ойыны бар. Әлі 2 ойыны бар. Соны 2-ін ұтса, қазір Астанадан 2 ұпай алда тұрады негізі 29, қателеспесем 29 ба, 29 ұпай болады. Жалпы Жұмасқалиевтің команда, бірақ қандай не бар да, ұлттық құрамадан кейін бір нелер кетеді, ұпай жоғалтады да. Тобылдың сол бір ауруы бар. Қазір ұлттық құрамадан кейін қалай болатынын көреміз енді. Одан бөлек жаңағы Асанқұлов гол салды. Жалпы Тобылдың да қазақтар өте жақсы ойнап келе жатыр. Барлық команда Тобыл секілді болу керек негізі. Неге? 2-0 ұтып келеді да 5-0 алып тастайды. Бір командалар бар ғой бізде, меньшинстве 1-0 ұтып келеді де 2-1 ұтылып қалады деген секілді. Ол командалар тұрып айтамыз ғой. Жалпы Ақтөбе ғой. Тобыл өте мықты. Егізі осы қарқыннан таймаса, Ислам Чесноковты сақтап қалса, бірақ бұл жерден 50-50 болып тұр. Соңғы стадияда Хартсқа кетуі мүмкін. Және трансфер кезінде егер Чесноков кетпей қалған жағдайда, онда Тобыл мен үшін чемпиондыққа нөмір 1 клуб. Өйткені Эльмис Сауди деген масқара бір ойыншы бар екен. Ол бір формасында болса, онда Астананы да таптап кетеді. Жаңағы Алматыда Қайрат пен Тобыл таптап кетті де. Астана деп ғой, Қайрат Тобыл матчында да көрдік, ол өте күшті шықты. Ол шығумен ойын өзгерді. Жалпы легионер болса, осындай бір легионер болса деген бір менде бір өз тілегім бар. Негізі бұл жақта Нұрбол Жәрдемовичтің командасында андай кейде оларға внимание жетіспейді, бәрі ұмытып кетеді. Астана, Ақтөбе, Қайрат дейді да, Тобыл ешкім айтпайды.
ал тобыл осындай аз вниманиемен, қазір Әділбек дұрыс айтты ғой, 2 ойын жеңсе онда бірінші орынға шығып кетуі мүмкін, және сол бірінші орынды маусым аяғына дейін сақтап қалса да мен таң қалмаймын. Сондықтан да тобыл мен үшін өте керемет команда, және алғашқы матчын ойнады, бірақ жанкүйерлер тым аз болып қалған секілді. Иә, енді вывеска соншама керемет. Енді жұмыс күні сағат 6-та басталды. Ол да бір септігін тигізген сияқты. Мүмкін, бірақ енді 2 аптада бір ойынды ғой, келуге болады ғой Қостанайда деген секілді. Өйткені біз Ақтөбеде көрдік, қай жерде болды, Оқжетпесте, басқа да командаларда жиналып отыр ғой, Семейде жиналды, солд аут болды. Атырау туралы айта кетейікші, бұл жерде енді Дидардың посттары, Дидар енді бізде қонақта болды ғой, иә, барлығын жанын беріп жасап жүр. Бірақ енді команда деңгейі осы. Бапкер ауыстырды, бұл көмектескен жоқ. Қазір енді бір жақсысы ұлттық құрама не кетеді ғой, қазір барлығы каникулға кетеді ғой командалар. Сол 2 апталық демалыста сол бапкермен прям не қойып қоятын секілді. Адиевпен сөйлесті тағы да Дидар. Өйткені бізге келген ақпарат бойынша Химки командасы банкротқа ұшырап, Адиев өз міндетін орындады ғой, команданы РПЛ-да қалдырды, бірақ команда банкротқа кетіп, Адиев қайтадан бір еркін агент ретінде болды. Адиев келмеймін деп айтты. Адиев сол Ресей премьер-лигасында 1-2 вариантым бар деді. Сол 1-2 вариант ол Динамо Махачкала және Самаралық Крылья Советов командасы. Сондықтан да бұл жерде басқа бапкер іздеу керек. Қайрат Нұрдәулетов меніңше күтіп отыр әлі. Өйткені жақында осы турда болмаса келесі турларда бар, және Карпович, кім бар бізде тағы, Уразбақ, Ливчук секілді адамдар кету керек та. И бұл жерде Қайрат Нұрдәулетов бір жақсы командаға келгісі отыр негізі. Атырауға бәрі түсінеді ғой, қазір Атырауға барсаң қиын жағдайға қаласың. Өйткені команданың ойыны анау негізі нашар болып тұр ғой, команда ойын мойындауымыз керек. Бұл ана бір тіпті КПЛ емес, бірінші лиганың команданың деңгейі. Сол себепті бұл жерде енді жанкүйерлерге кішігірім бір терпение бар ғой. Шыдамдылық таныту керек. Бір ұтып кетсе Атырау ұтып кетеді. Негізі Атырау қалса деп ойлаймын осы КПЛ-да. Негізі бапкерден бөлек ойыншылар жағынан ше, өйткені кететін ойыншылар кетіп жатыр. Тағы өткенде Бексұлтан Кегелімқос, Марат Хайруллин келуі мүмкін деген бір ақпараттар шығып жатты. Олар келеді, Тони Сильвалар, енді Марат Хайруллин, бұл білмеймін, жай вкет деп ойлаймын негізі. Ойыншылар керек, бір емес, бірнеше ойыншы керек, 5-6 ойыншы керек, әрбір шепке 2 ойыншыдан керек. Егер бұл трансферлік терезеде Дидар Сыдықбек және оның командасы жақсы жұмыс атқарса, онда Атырау қалуға мүмкіндік бар. Дидардың өзі айтты ғой, мына бірінші группта біз өте көп ұпай беріп қойдық, екінші группта біз кемінде 6-7 ойында жеңуіміз керек. Бірақ екінші айналымда, нағыз чемпионаттың қызығы екінші айналымда басталады ғой, иә. Сондықтан бұл жерден Дидарға қиын болады, өйткені Ұлытау да ұтты, Қайсар өте жақсы ойнап келе жатыр деген секілді. Білмеймін, Дидар өте қиын жағдайда, бірақ енді біз сұхбатқа да айтты ғой, егер команда бірінші лигаға ұшып кетсе, мен бірінші лигаға командамен барып қалам, және оны қайта шығартуға тырысамын. Енді қазір үзілістен кейінгі ойыны Ұлытаумен, сол негізі тағдыр шешетін матч сол сияқты. Ұлытауды жеңсе, ары қарай мүмкіншілік болады. Ол кезде Ұлытау жеңсе, ол матчта болды. Менің ойымша Ұлытау Атырау дайындала беруге болатын сияқты бірінші лигаға. Негізі Ұлытаумен болатын ойында қызық болатын секілді. Ұлытау соңғы 2 ойынды жеңді, оның үстіне Ордабасыны жеңді, анау команда емес. Келесі ойын бізде Ақтөбеде болды. Өте керемет ойын болды. Осы турдың көркі ажары. Одан кейін осы Ақтөбе қаласының туған күні қарсаңында өтті. Бұл матч керемет перформанс болды ультрасының тарапынан. Ойын туралы Елдар? Ойын туралы неден бастаймыз негізі? Айтылатын ойыннан бастаймыз. Жоқ, негізі ойынға дейінгі жайттардан бастайық. Жігіттер, Ақтөбе, Қайрат, енді түсінікті Қайрат бірінші орын жіберіп алды ғой, иә. Ақтөбе командасы бірінші орынға келді. Бірақ бұл жерде енді мен бұл ойынды қарап бірден көзге түсетін нәрсе ол Ақтөбе командасының орталық шептегі футболшылардың әлсіздігі. Мынандай орталық шептегі футболшылармен сен чемпионатты ұта алмайсың. Бұл дегеніміз команда селекциядан қате жіберді. Легионерлерден ма? Легионерлерден болсын, жаңағы орталған кім шықты? Үсенов шықты ма? Үсенов деген жігіт, Әлібек, сен білесің бе, білмейсің бе? Былтыр Қайрат Нұрдәулетовті Жетісуда қосалқы құрамда отырған жігіт. Қазір ол ең маңызды матчқа бірінші минуттан бастап шығып отыр. Ол дегеніміз Үсеновтің бір жылдағы прогрессі ме, әлде Ақтөбедегі орталық алаңда футболшылардың бір жақсы футболшының жоқтығы ма? Мен Үсеновтің жаман футболшы деп отырған жоқпын, бірақ енді Ақтөбе чемпиондық команда, Еврокубокта ойнайтын командада орталық алаңда
мықты футболшылар ойнау керек. Кешегі Глейзер кім бар, Зария шыққан жоқ кеше, иә, Арат деген футболшылармен салыстыршы. Иә, бұлар қазақтар ойнап жатыр, оларға мүмкіндік беру керек, бірақ орталық матчта осы жерде қателік кетті. Және біз енді осы студиялық бағдарлама дайындалған кезде ақтөбеліктермен де сөйлестік қой, иә. Және Әлібек айтып береді, олар не деген селекция жағынан өте көп қате кетті. Ақтөбеде селекция жағынан өте көп қате кетті, және де осы трансферлық жаңағы терезеде Атырауға біз көптеген футболшылар керек дедік қой. Дәл осы Ақтөбеге де орталық алаңға бір емес бірнеше футболшы алу керек. Кешегі ойында сол орталық алаңды жіберіп қойды команда, 1-0 есебімен ұтып тұрған мықты команда. Қарсылас кем бір ойыншы ойнап қалған кезде сен міндетті түрде ұтуың керексің. Тобылды қара не істегенін, бұл жерде Атырау, бірақ Қайрат на характере бұл ойында алып шықты, камбэк жасады. Және сен айттың ғой, Айнат, бұл осы турдағы ең мықты ойын. Бұл жалпы осы ойын, осы бірінші групптағы, бірінші айналымдағы ең мықты ойын. Қазақстан премьер-лигасын жаңағы көптеген жанкүйерлерді тартатын хайп болды бұл ойында. Барлығы болды ғой, иә. Осы ойындар арқылы черный пиар, тоже пиар дейді да. Қазақ адам айтпақшы, бұл ойында барлығы болды. Маған жалпы бұл ойын өте ұнады. Солдау, туған күн, туған күнде бұндай бір сюрприз футболшылар жасай алмады. Қазір енді біз определенный енді бөлек-бөлек моменттерді талқылайтын боламыз ғой. Бірақ мен эмоциям сол. Ақтөбе үшін мен бір жаным ашиды, өйткені орталық алаңда футболшылар жоқ. Ал біз білеміз ғой, орталық алаңда футболшылар бұл осындай ойындарда разницаны жасап береді. Дәл осына Тобыл, Қайрат деген сияқты командалармен ойнаған кезде, жаңа Елдар айтқан мәселе білініп қалып жатады. Ал басқа кіммен Ұлытау деген командалармен ойнаса білінбей қалады. Былай ойнап шығады. Громыко қызыл қағаз алғаннан кейін керісінше Қайрат мықты ойнап кеткен сияқты. Иә. Өйткені олар орталық алаңда өзінің контролін ұстау болды. Иә, мен ойымда да сол болды. Сол 11-ге 11 ойнай берген дұрыс, Ақтөбе үшін дұрыс болады ау деп ойладым да. Иә, Елдарға енді медиалиганың фанаты ретінде осы ойын ұнаған сияқты, бір медиалиганың бір сондай бір орталық матчы болған сияқты болды. Мен ойымша, әсіресе ойыннан кейін болған заттар. Иә, Ақтөбе бойынша жалпы осы ойында командалардың амбициясы көрінген сияқты. Қайрат өзінің чемпион екенін көрсетті. 10 ойыншымен қалса да, бапкерсіз қалса да, тек қана алға ешқандай уақыт созу дейтін жоқ. Шығарған ойыншылар бәрі алғы шепке шығарып атқан ойыншылар. Ешқандай бір білмеймін, мен үшін андай еш сезілген жоқ. Мысалы, Громыко дейтін андай бір қасаблатты алып тастаған жоқ, ешқандай бір претензия жоқ. Бірақ андай білінбейтін ойыншыны алып тастаған жоқ та, білінетін кәдімгі орталық шепте Громыко лидерлердің біреуін алып тастады негізі. Оны ешқандай білінбеді. Сосын мына қазір ютубта көптеген андай форматтар бар, ұлы ойыншылардың андай несі шығады да, бір видеолар шығады, точка отчета дейтін. Осы Дастан Сатпаевтың мен сенем, негізі ұлы ойыншы болады дегенге сенем да. Сол мен осы точка отчета осы Ақтөбеден басталған сияқты болды менің ойымша. Осы ойында өзі үлкен баспалдақ, енді жоғарға дейін жетеді Сатпаев, оған ешқандай күмән жоқ. Үлкен топ ойыншы болады, тіл көзден сақтасын. Сол бір баспалдақ, үлкен бір баспалдақты алға бір басқан сияқты болды. Сатпаев үлкен ойыншы, топ ойыншы. Мен ойымша Қазақстан чемпионаты үшін керемет гол. Жалпы ана жерде жалпы ойлау, ондай атмосферада, андай қысым кезінде сондай шешім қабылдау, жалпы топ ойыншының деңгейіндегі негізі жасаған заты сол. Ақтөбе ойынша, мына жерде Ақтөбеге де бір претензия айтқым келіп тұрған жоқ та, себебі мына қазір құраммен Ақтөбе негізі Оқжетпес Елімаймен таласатын командалар ғой негізі. Ол мына бір какой-то бір сәттілік па, әлде бір басқа зат па, бір көмектесіп қазіргі сол чемпиондыққа таласып жүр. Иә, селекция бойынша көптеген сұрақтар бар. Мысалы, мен жанкүйер ретінде де бар, мысалы, қалай, мысалы, қала басшылығы немесе облыс басшылығы айтады да, чемпион боламыз дейді да. Бірақ жасалған трансферлері ол Үсенов, жасалған трансферлері ол Абдулла, жасалған трансферлері ол, білмеймін, бір Ивкович. Астым қалған жігіт бар. Ивкович, Рабью Қайратпен қарсы ойынға бір күн бұрын келген ойыншы, ешқандай медосмотр, ештеңе вообще өтпеген ойыншы, ол да сынып қалды. Жалпы сондай өзіне мақсат қоятын команда бұндай трансфер жасамау керек негізі. Бұлардың Ивковичті алды, ол Өмертаевтан заменда отқан адам ғой. Енді егер сен конкуренцияны Өмертаевқа ұтылсаң,
мен білмеймін өміртаев сосын кеше кәдімгідей шаршап қалды матчтың соңында. өміртаев менің ойымша Ақтөбенің сапындағы ең үздік ойыншы, жалпы гол жасап бергенді сол Ақтөбен салған Аян Байдәулетовті құттықтаймыз. Гол салды, алғашқы дебюттік гол өте бір андай бір эмоциональды не болды да, өте эмоциональды қуанды, жалпы ерекше сезім. Сол Ақтөбе бойынша айтатыным сол, Ақтөбеге ешқандай өкінішім жоқ, тек жалпы бір шеберлік жетіспеді. Әлібек Қасым да керек емес жерде жарақат алып қалды. Оны да айта кетейік, мен не бойынша ақпарат бойынша үлгермейтін сияқты ұлттық құрамаға. Ол да бір Али Ханалиұлына да бір бас ауру пайда болды енді. Сол Ақтөбе бойынша Ақтөбеге ешқандай реніш жоқ. Фанаттармен ойыннан кейін біздің футболшылар, Ақтөбе футболшылар фанаттарға келді ғой. Сол фанаттардың айтқандарына қосыламын. Мен қазір нақты боқтағым келіп тұрған жоқ, бірақ айтқандарына қосыламын. Бәрі фигня, бұдан өтеміз, бәрі болады, еш жаспаңдар деген сияқты. Біз сіздерді қолдаймыз. Мен де сол, тек футболшылар тек қана қолдаймын. Ешқандай, мен де тек қана басшылық селекцияға жаққа тек қана соларға сұрақ. Жанкүйер ретінде болды. Матч кезінде Громыко қызыл қағаз алған кезде камераға былай көрсетті. Төрешіні сатып алғансыңдар деп. Төрешілік туралы сұрақтар бар ма, қалай ойлайсыз? Громыко қызыл қағаз алған кезде екінші сары қағаз ғой, енді сұрақ жоқ, өйткені шынтақ болды. Бұл жерде енді соншама акцентті бір бит болған жоқ қой, удар. Бірақ енді шынтақ битке тисе, ол европалық футболда желтый карточка ғой, сары қағаз. Сондықтан бұл жерде ешқандай бір не жоқ. Керісінше Громыко рахмет ету керек сол төрешіге. Команда 11-де 11 ойнап қалған жағдайда бұндай бір камбэк болушы ма еді деген менде сұрақ. Громыко қызыл қағаз алып, Оразбақтың қызыл қағаз алушы ма еді деген сұрақ. Сол себептен барлығы сәтті болды қарау үшін. Көптеген СМИлар айтты ғой, жалпы жаңағы төрешілер Ақтөбеге көмектесуі мүмкін, Ақтөбе қаласының туған күні. Бірақ тағы да айта кететін нәрсе, Әлібек оны айтып кетті, тарқатып кетті. Біздің төрешілердің қазіргі таңдағы деңгейі осы, құрметті көрермендер. Оларға біз Бузаккалар, кім бізде бар, қазір номер 1 төрешілер, Тюрпендер шықпайды ғой. Оларды оқу керек, оларды да оқыту керек. Олар да басқа жерге барып, бір жерде европалық матчтарды көріп, атмосферасын сезіну керек. Тіпті сен ойлаш, сен андай матчтарды жалпы енді жарайды, енді Ұлытау, Қайсар, Қайрат, кім келеді басқа, Ұлытау деген матчтар келеді ғой. Атмосфераның өзі бұл жерде қатты қысым берді. Меніңше неге кеше Оразбақтың қызыл қағаз алды? Өйткені көптеген командалар Ақтөбедегі бар атмосфераға үйренбеген. Психологиялық тұрда сен анда қайнап атқан қазанға барасында не істерін білмейсің ғой. Жанып бітесің. Кейбір қалай жанады? Кейбір мықты ойнап бітеді. Кейбір ойналмай қалады. Сен Оразбақтен тұрады да, енді Қайратта сен айтшы, саған біреу боқтап отыр ма? Басқа бутылка лақтырып отыр ма? Лақтырмайды. Өткен беговой дорожка бар арасында. Бұл жерде жоқ, барлығы естіліп тұр. Оразбақтен қанша кешірім сұраса да, оның қателігі. Ол профессионал. Ол қазір футболшы емес, ол команданың беті, бас бапкері. Кім не десе де, бұл жерде ол салқынқанды болу керек еді. Мен айта кететінім, Ақтөбенің атмосферасы бөлек. Мен бұл стадионда болдым. Бұл атмосфераға ілініп кететіндері бар, және шайып кететіндері бар. Кеше өкінішке орай шайып кететін адамдар көп болды. Оразбақтың негізі бір ондай эмоцияға берілетін бапкер емес еді ғой деймін. Дәл осы матчта анандай қылып. Жоқ, енді ол ойлады ғой. Ким ойыншымен қалдық, болды, 1-0. Ол өзінің командасына Оразбақтың кеше өзі сенбеді. Бұның удалениядан айтуға болады, мысалға, Бірақ ода кім бар? Дастан Сатпаев бар. Кеше Дастан 2 гол салды айтпақшы. Екеуі де мықты ол. Екеуі де біреу айтуы мүмкін, ойбай шальной, ойбай бізді қалай 10 матчтың біреуінде салатын голдар ғой деп. Бірақ екеуі салды ғой. Бұл екеуі уже случайность емес. Кеше матчтан кейін комментарийге жазып кетіп едім, Ақтөбе Қайраттан емес, Дастан Сатпаевтан жеңіліп қалды деп 700 лайк жинапты ғой. Сосын Умаев, ол да қызыл қағаз алды айтпақшы. Ол да эмоцияға беріліп боқтады деп ақталып жатыр. Ақталу ма әлде қалай? Расымен солай болды. Матчтан кейін қызыл қағаз көрсеткенде негізі мен бірінші рет көріп тұрмын. Жоқ, мен көптен көрдім. Қазақстан премьер-лигасында. Қазақстан премьер-лигасында, мүмкін көрмеген шығармын. Мен өзім өз сөзіме андай последовательный болайын. Мен алдында тағы берген туралы айттым ғой. Ол жаңа ақталды, мені боқтады, бүйтті, сөйтті деп. Жалпы менің ойымша, жалпы футболист, төреші, бапкер, барлық поляға шығатын адамдардың барлығы провокацияға дайын болу керек негізі. Көбісі айтады да, жаңа
Оразбахтин айтып жатыр да енді ой олар өздері провоцировать етті өзі дұрыс істеді. Мысалы ертең Қайрат чемпиондар лигасында немесе басқа жақта Селтиктің стадионына барса, немесе бір Рейнджерстің стадионына барса, немесе бір Германияның бір стадиондарына барса, ол жақта атмосфера Ақтөбе дым болмай қалады. Ол жақтағы атмосферада сен не то что шешең ана жақта жеті атаңмен кетеді ана жақта дейтін. Сол себептен ондай затқа дайын болу керекпіз. Ондай жалпы Ақтөбенің фанаттары бар екеніне, осындай фанаттар бар екенін біз жалпы қуану керекпіз. Сол айтатыным жаңа қызыл қағаз бойынша енді Идрис өзі парақшасында жазып кетті. Мен өкінем, бірақ жаңа затты қабылдай алмаймын деді ғой. Ондай затты мен ондай кешірмеймін деген сияқты. Ол енді біз оның туған жерін бәрін былай ескерейік та, ол енді шешен азаматы. Ол жерде енді бір отбасылық бір бөлек орын деймін да. Ол жерде енді басқа ценностьтер бөлек. Сол себептен оны да былай түсінуге болады. Енді бірақ өзін ұстау керек. Глейзерлер деген бір андай адамдарда өзіме не импонирует дейді ғой, жақтыртпаймын өзі. Манчестерде де глейзерлер өкінішке орай, сол глейзерлер келіп шайып кетті ғой қазір Манчестер Юнайтед. Сосын жаңа тағы бірмен параллель жүрсек, ол жерде тағы біргенде фанаттар Боғауыз айтты, бұл жерде енді ойыншы, қолжетімді, Умаевқа қолжетімді адам да, қасында тұрған адам сөйткеннен кейін өзін ұстай алмай қалды. Сол енді бұл жерде моральдық, этикалық ешкімді айтпаймын, дұрыс емес деп оны өздері білер, қайсы дұрыс емес. Жалпы сол, мен тек Ақтөбенің фанаттарым қолдағым келеді, бұндай атмосфераны жалпы осындай Қазақстан футболының рекламасын жасайтын адамдарға, негізі КФФ дейтін адамдар негізі рахмет айту керек. Егер Ақтөбе болмаса, андай кликтар, андай жалпы реклама КФФ болмайтын еді ешқандай. Жай спокойно бәрі бітетін еді ойынша. Сол себептен бұл жерде 44 минутта билет өтіп кеткен дейтін әңгімелер, ол дейтін барлығы да пиар КФФ үшін. Осы жерде мен қоса кетейін, Левчук, Оразбахтин секілді бапкерлер менің ойымша Қайрат Ақтөбеден клубтарды жаттықтырмау керек. Неге? Өйткені, тағы да айтайын, бұл клубтар фаворит. Мен Левчукты да, жаңағы Рафаэль Оразбахтинді да танымаймын, бірақ пресс-конференцияларында болдым, біліктілік қажет, мүмкін тәжірибе қажет, бірақ алтынға таласып жатқан командалардың бапкерлері басқа болу керек. Оразбахтин алтын алған бапкер ғой. Бұл енді жарты сезонда. Бұл түкті бір показатель емес. Мен саған айтайын, Әлібек бұлай жалғасатын болса, чемпиондар лигасына дейін Оразбахтин тіпті басқа бапкер ауыстыру мүмкін. Және де мен Левчуктың маусым соңына дейін Ақтөбенің бас бапкері болатынына сенбеймін. Мен сенемін. Бастесек өші? Бастесек. Шаш алуға бастесек. Мейнстрим болып кетті ғой? Шаш аламыз ба, бояймыз ба, енді шешеміз жалпы. Бірақ мен келсем. Жалпы комментарий жазып кеттіңіздер. Қандай бәс болады жазып кеттіңіз. Левчук қалмайды. Маусым соңына дейін Ақтөбе бас бапкері ауысады. Мен қалады деген. Жаңа басында Леонов бапкер болып жүрді ғой. Негізі мен андай әңгіме естігем. Леонов бапкер деген бас бапкер деген жай ғана аты бар. Бірақ жаңа расстановка, тактика барлығын қоятын осы Левчук деп естігем. Бірақ былтыр Левчук болған жоқ қой, кубокты алған кезде. Ол кезде болған жоқ, осы маусымда айтып жатырмын. Осы маусымның енді Леоновтың кезіндегі мен Левчуктың кезіндегі ойын ешқандай бір айырмашылық жоқ. Сол бір ойын ғой. Левчук пен Леоновтың осы маусымдағы ойыны бар. Сол бір. Жоқ, мен ойымша бар. Кішігірім өзгерістер бар. Қайыровтың ортаға көшуі, Танжаровтың үштік орталық қорғаушыға түсуі. Бұлай эпизодтар бойынша мен үшін бар. Бұлай жалпы айтсақ білмеймін. Нәтиже бір ғой, бірақ енді. Жоқ, Ақтөбе командасы сабақ алу керек. 1-0 өз алаңында солдаут. Қайрат бір футболшыға кем ойнамады. Кешегідей ойнамау керек Ақтөбе. Бұл андай бір характердің жоқтығы ма, қорқып қалды ма, ерте жатып қалды ма, білмеймін не болып қалғанын, бірақ және заменалар тым кеш болды. Шығаратында ешкім жоқ қой ана жерде. Жоқ, бәрібір тым кеш болды. Енді сабақ болар Ақтөбеге бұл ойындар. Алда енді екінші круг па, екінші айналым бар, алда Астана ойыны бар. Білмеймін, енді бұл тек қана сабақ болады деген ойдамын Ақтөбеге. Ештеңе етпес. Ақтөбе чемпион бола ма биыл? Ақтөбе чемпион болмайды. Мен ойымша. Болмайды. Бірақ мен қалаймын. Мен жалпы бір үшінші орынға да Ақтөбе таласпайды деп ойлаймын мен өзім. Сен үштігін кім сонда? Бірінші орын Қайрат, Астана, Тобыл. Астана, Қайрат, Тобыл.
Астана қазір бірінші орында. Кеше ана сообщение жібереді, жігіттер сендер тобылға Қайрат ойындарын не істеп, Ордабасы ойындарын спорласып, бәс тігіп айтып осыңдар дейді да, бәрібір Астана чемпион болады деген секілді. Иә, мен ойымша да бәрібір Астана чемпион болады. Астана өзінің жаңа несін, ұпайларын екінші айналымда жинайды, мен ойымша. Жалпы мен мен бірінші қалауым Ақтөбе чемпион болса екен деймін. Бірақ екінші, егер Ақтөбе былай таласпай жатса, чемпиондық жаңа титул соңғы турда осы Алматыда шешілсе деген ойым бар. Қайрат пен Астана арасында. Сол алтын матч болса ма деген сияқты бір ойым бар. Сол мен өзім бір нем хотелкам. Иә, біраз айттық бұл матч туралы. Енді осылай айтуға да лайықты ойын болды ғой негізі. Келесі ойынға көшейік. Бізде Көкшетауда Оқжетпес пен Қызылжар командалар ойнады. Есеп 3-2. Өте сондай бір қызықты ойын болды. Айтпақшы Оқжетпес соңғы 3 матчта алғашқы 15 минутта бірден гол соғып жатыр ғой. Жалпы Оқжетпестің барлық ойындары қызық қой. Барлық ойындары қызық. Бұл команда қорғаныста ойнай алмайды. Сол қорғаныстағы ақауларын көрсетпесін деп бірден шабуылға кетеді. Тіпті соңғы рет Оқжетпес командасы өз алаңында кімді ұтты? Сондай бір сұраққа жауап беруге болады ғой. Өзінің алаңында? Иә. Кімді ұтты? Бірақ команданы ұтты өзі. Негізі өз алаңында. Және де осы ойын маңызды болды. Тек қана бір Дарабаевтың бір өрескел қателігі болмаса, қызыл қағаз алып жоқ жерден келесі матчтарға Аслан енді команда нағыз лидерлері, білмеймін, бір 2 матчқа кетуі мүмкін. Бұл жерде КДК шешеді ғой. 2 матчқа кетуі мүмкін. Асланға барлығы байланысты. Бұл жерде енді Жұмат қайтан пенальти соқты, Марат қосалқы құрамнан Сақтаевтың голын қайталады. Иә, тамаша. Бұл жерде андай Али Ханадичке месседж ғой, мені алған жоқсыз, мен сізге гол соқты. Соға берсін. Дамир Маратта өте көптеген пабликтерде көрдім, ойбай, неге Дамир Маратты алған жоқ, не болып қалды. Бірақ бұл жерде енді біз Дамир Марат кіммен конкуренция екенін айта кетуіміз керек қой. Бірінші орында Максим Самородов және Ғалымжан Кенжебек. Неге Кенжебек? Өйткені Али Ханалич бізге де айтып жүрді. Өйткені Ғалымжан қорықпай басқа елге кетті, сол жерде ойнап жатыр. Ойнап жатыр дегенде енді сол несі бар да, сондай атмосфера үйреніп қалды. Бірақ мен ақпаратым бойынша, егер осы алдағы ойындарда Ғалымжан Кенжебек өзін ұлттық құрамада көрсете алмаса және Дамир Марат дәл осылай ойнай берсе, онда келесі ойындарға Ғалымжан Кенжебектің орнына Самородовтың енді заменасы деп айтайықшы, өйткені Самородов енді қазір еліміздегі ең бір мықты футболшылардың бірі ғой, осы Дамир Марат алынады. Сондықтан да Дамир мұнайма, біз саған сенеміз, тек қана осылай өзінің голевой пастарын және осындай соққылармен гол сала бер. Болды. Ал Қызылжар енді бұл жеңіс негізі мен Қызылжар жеңіп кетті ме бір ой болғанда, өйткені соңғы кездері команданың өзінің бір көп шабуылдамаса да өзінің жүйесі бар екен, Чучичтің. Өзінің бір кәдімгі жүйесі бар, біздің Мауриньо сияқты, бірақ бұл жерде жаңағы тез гол шешіп кетті, және 2 қызыл қағаз. Оқжетпеске андай команда ғой, пространство берсең ойнап кетеді. Және бір ойыншы 10-10 мен ойнасан, 9-9 ойнасан, 2 түрлі футболда, бұл жерде 9-9-ға ойнады ғой енді. Пространство көбейді, және сол пространстволарды Оқжетпес командасы сәтті пайдаланып, міне Мұрат Лешевтің командасы тағы да өте керемет ойын көрсетіп, мені таңғалдырды. Таңғалудан жалықтырмасы осы Оқжетпес бізді. Бір ойын артық, бір ойыншы артықпен 1 минут ойнады ғой, олар деген Дарабаев дейтін 2 минут. Жоқ, мен айтым 10-ға 10-да зоналар көбейеді ғой. Марат деген футболшыларға, Мұхаммед деген футболшыларға ондай зоналар керек. Олар сол пространствоны жақсы көретін ойыншылар. Иә, Йованович екінші ойын қатарынан соғып отыр. Алияр Мұхаммед алдында шықпап еді. Қайратқа қарсы енді бүгін шықты, гол салды деппін ғой, жалпы шықты, жаңа тізімге шақырылды ұлттық құрамаға. Жалпы жақсы, Дамир Мараттың голы керемет, кімнің Вальгушевтің қызыл қағазы андай болды, бірінші сары қағаз болды, жаңа неден кейін, фолдан кейін Төреш сары қағазын көрсетті да, екінші сары қағазын алаңнан қуылды, сосын Төреш қайтадан варға барып қайтты да, сосын келді, ананы қайтадан шақырып алды ойыншыны, ойыншы қуанып жатыр да, жаңағы қызыл қағаз көрсетпейді деп, сары қағаз атмен өтті, тікелей қызыл қағаз берді, ол соны қуануы 1 минуттай жалғасқан сияқты. Тоқтар Жаңғылышбай гол салды, оны да құттықтай кетейік. Ол жерде гол салған андай шальной гол. Иә, рикошетпен гол салды. Шальной голдардың бірі ғой. Сол, Оқжетпес қазір ел майдан озып тұр ғой, негізі. Сол, осы жолдан тайынбасын дейміз. Енді қазір Дарабаевтың жоқты қалай әсер ететінін білмеймін, көреміз алда.
Мен негізі өзім Оқжетпестің жанкүйерімін да, және Оқжетпес туралы жаңалықтардың барлығын Спорт Пульс сайтынан оқимын. Спорт Пульс Оқжетпес футбол клубының ақпараттық серіктестігі екен. Сондықтан Оқжетпес және Елімай командалары туралы жаңалықтар, жалпы қазақ футболы туралы жаңалықтарды, эксклюзивті сұхбаттарды, мақалаларды барлығын Спорт Пульс сайтынан оқи аласыздар. Келесі ойын бізде Ұлытау Тұран. Бұл жерде енді не айтамыз, Ұлытау ненің арқасында жеңіп жатыр қатарынан 2 ойында? Тұранның кризисінің арқасында. Сосын соңғы матчтың жаңағы эмоциясымен берген, соңғы Шымкенттегі ойыннан кейін эмоциясының арқасында деп ойлаймын. Жалпы Таубай мен Рамазан Аблайхан гол салды. Жаман емес, Жезқазғанда керемет атмосфера болған сияқты болды. Мен үшін екінші жеңіс қатарынан Ұлытау мен мүлдем сенбеп едім. Жалпы осы жылы Ұлытау үлкен Адана Демирспор сияқты бір үлкен отрывпен соңғы орында болады деп ойлап едім. Бірақ қазір керісін дәлелдеп жатыр. Білмеймін енді Иван Азовскийдің командасы екінші айналымда қалай болатынын. Жалпы мына құрам тек қана Жетісудан басым шығар біздің чемпионатта. Ал былай негізі ұшатын құрам. Негізі былай Атыраумен былай тең келетін құрамда. Көреміз енді екінші айналымда қалай болатынын. Екінші ойын жеңіс. Мына Тұранға не болып жатқанын енді Эльдар қазір айтып өтер, қандай мәселелері болып жатқан. Жалпы сол Ұлытау бойынша тек айтатыным сол. Иван Азовскийді қайтадан құттықтаймын. Жаңа Горовенко деген сыбыс шыққаннан кейін тез өзіне шал кет деп айтты ғой. Шал кет деп айтып еді, сол бүйтіп өзіне келді да 2 жеңісті алып берді. Сол Эльдар жаңа Тұран туралы Тұранда қандай кризис, қарыз бар деп естідім. Бар. Тұранда жалпы команда ішінде кризис 4 ойын қатарынан жеңілді. Бұл енді сәйкестік емес. Басындағы Тұранда, осы маусым басында Тұранда айтсаңдаршы. Басты жаңағы футбол өрнегі бар. Жуковский өзінің жақсы футболшыны алып келді. Команда керемет ойнады. Барлығы бір мезетте жоқ болып кетуі бұл үлкен сұрақты тудырады. Бұл жерде енді командадағы Түркістан облысындағы ақшаның аздығы, ақшаның жоқтығы. Басқа облыстарға қарағанда енді көбінде өнеркәсіп бар, ауыл шаруашылығы бар деген секілді үлкен бір компаниялар бар. Түркістанда ондай компаниялар жоқ, өкінішке орай. Бірақ Түркістан халқы футболды жақсы көреді, қандай не соғып берді, үлкен стадион соғып берді. Бірақ қаражат жағынан өте көп мәселелер туындап отыр. Команданың былтырғы жылдары қарыздарынан бөлек қазіргі жағдайдағы жігіттер бонустарын ала алмай жатыр. Естественно, андай легионер келсең ел үшін ойна, Түркістан үшін ойна деп айта алмайсың ғой. Ол жерде ойнап жатқан қазақтар да аз ғой, шамалы ғой. Бірақ әрбір тур сайын ол қазақтар көбею үстінде. Бұдан да біздің футбол Тұранның деңгейі, ойын сапасы азайып келеді. Жаңағы сол жеңілістерді осылай түсіндіруге болады. Және кенеттен мысалға кеше ме алдыңғы күні бір ақпарат оқып қалдым да, Түркістан облысының басшылығы Тұраннан бөлек басқа футбол командаларын барлығын мемлекеттік жауапсыз емес, мемлекеттік қаржыландырудан алып тастайды. Сол ақша Тұранға шоғырлану керек, өйткені қазір Түркістан облысында жалпы немен қандай командалармен айтылады. Жоқ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Түркістан қаласы, ана Керуен сарай дейтін жері бар. Тұран дейді, қазір Тұранда жоқ. Сол Түркістан облысының бір бет бейнесі ғой қазір Тұран. Соны алып қалу үшін бүкіл шараларын жасап жатыр, және осы қазір перерыв бар ғой, сол Тұранға негізі әсер ету керек, және перезагрузка жасау керек, ақшалық мәселе шешу керек. Өйткені Жуковский қандай бапкер екенін білеміз. Стасевич, кім бар таған жерде? Умаров, күшті орындар бар ғой, Згурский деген, Милойко. Тамаша ойыншылар ғой. Бүкіл жалпы Қазақстан премьер-лигасының барлық клубтар осы футболшылар радарда жүр ғой қазір. Тұранның жағдайы нашарласа екен деп күтіп отыр ғой. Қайрат, кімдер секілді, Ақтөбе секілді командалар. Өйткені сол футболшыларды жұлып алу керек. Жеңіс Умаровқа шықты. Сені аламыз деп, Шахбозға. Ақша бар деп бізде. Соны күтіп отыр жағдайды. Жуковскийді алып кеткісі келіп отыр. Бірақ ол енді мен бұл проектке кірдім, соңына дейін баруым керек, күтуім керек деп отыр. Сондықтан да Тұран жағдайы қазір 50-50, оны біз жаңағы да нәтижелерінен көріп отырмыз ғой. Тұран түсіп барады, білмеймін не болады. Бірақ негізі былайша қарасаңдар жақсы команда ғой. Жоқ, жақсы команда, мен ойымша андай да, егер қаражат болмай жатса, енді қазір біз оңтүстікте көп қой командалар. Академия оңтүстік бар, одан кейін жаңағы Мақтаарал, Жетісай, Тараз бар. Солардан бір общий бір Dream Team жинап, солардың ойыншыларын былай таңдап алып, сол Тұранға жіберсе, негізі
премьер лигада ойнайтын бір деңгей, бір Ұлытаудан, Атыраудан, Жетісумен бір деңгейде ойнайтын бір команда шығады деп ойлаймын негізі. Егер оларды алдына ешқандай мақсат қоймаса, ешіне дым қоймаса, олар не үшін легионер керек оларға, мысалы, не үшін, жалпы не үшін керек? Егер бұл контрактісі бар ғой. Жоқ, түсініп тұрмын, жоқ, не үшін маусым алдында бір мақсат қою керек қой, біздің команда біресе таласу керек деген сияқты. Мүмкін сол жоқ, менің білуім бойынша Түркістан облыс басшылығына келген жаңа маман келді ғой, атын ұмытып тұрмын қазір. Сол маман бүкіл қаражат 2 есе қысқартты клубтардағы. Неге қысқартады? Өйткені ақша жоқ қой енді. Ақшаны қайдан алады Түркістан облысы? Сондықтан бұл жерде енді андай бір неподвижный состояние болып тұр ғой. Сол маусым басындағы өзін және сол Жуковскийді шақырмай, өзін және легионер біздің қазақтың футболшыларымен ойнап, Оқжетпес сөйтті ғой. Бұл химиядан Қайсар Оқжетпестен бум ойнап кетті. Ойнап кетпейтінде бір жағдай біздің қазақтардың футболшы жалпы сену керек қой негізі. Бірақ егер біз енді білеміз, Ақтөбе, Қайрат, Астана секілді мықты чемпиондыққа таласу үшін бұндай футболшыларға жақсы легионерлер керек. Легионер бар болып тұр да, қазақ футболшылар әлсіз болып тұр ғой тұрғанда негізі. Сонда бір химия болмай жатыр да, барлығы бар негізі. Жоқ, қазақтар неге Абин Рымбет пен Абылайхан Жұмабек қай жері жаман? Менің ойымша жақсы, екеуі де жақсы, менің ойымша. Мен жалпы ойым ғой, егер олар ешқандай мақсат қоймаса, былай жайдан жай жүрсе, оның легионерден не қажеті бар менің ойымша. Сосын облыстық спорт басқармаларының да футболға деген көзқарастары бір бұрыс сияқты да. Ақша аяйды, футбол түсінбейді да. Жоқ, бұл жерде Түркістан облысының басшылығы қалдырғысы келіп отыр команданы. Жетілдіргісі келеді. Бірақ ақша жоқ. Облыста ақша жоқ. Түркістан облысында ақша жоқ. Өкінішті. Қызылордада Қайсар Жетісу ойыны осы матч туралы. Енді аутсайдерлердің несі ғой, мен де бағана Әлібек екеуміз келе жатқанда айттым, бұл ойында тең есеп болады. Өйткені екі командаға ұпай керек. Бір ұпай дегеніміз, ойбой, бір ұпай соңғы чемпионаттың соңында көп нәрсені шешіп кетуі мүмкін ғой. Бұл екеуі қалғысы келеді Қазақстан премьер-лигасында, әсіресе аутсайдер қаласында. Қазір енді біз үшін фаворит ұшып кетуге ол Атыраумен кім болып тұр ғой? Ұлытау. Сондықтан бұл екі командаға ұпай ауадай қажет. Бұл жерде мен айтып кететін нәрсем, Айнат біздің арнада Қайсар туралы кішігірім деректі фильм шықты ғой. Жалпы байқасаңыздар, біз кім туралы түсіреміз, сол команда келесі жалпы күшті ойнап кетеді, иә? Оқжетпес, мысалға Елімай туралы түсірдік, Елімай Қайратты жеңіп кетті. Қайсар туралы түсірбек, Қайсар 3 ойын қатарынан жеңілмей келеді, иә. Жеңіс туралы не түсірдік па? Жеңістің футболшылары ұлттық құрама шақырып, кубокта жеңіп кетті Астананы. Сондықтан Қазақстан премьер-лигасының жалпы футболшылары, бапкерлері сіздерге бір жеңіс жолға түсу үшін міндетті түрде Спорт Плюс арнасына келіп сұхбат беру керек, иә? Дұрыс айтасыз. Қайсар, иә, мен келсем, бір ұпай өте маңызды. Екі клубқа да Кумыков осы маусымнан басынан бері бір жүргізе алмай жүрген ротациясын осы ойында жүргізді. Айбар Жақсылов шыққан жоқ, Елжас Алтынбек шыққан жоқ. Жалпы көп ойыншылар шыққан жоқ. Бір көптеген бір Құрманбекұлы, Губарев сияқты ойыншыларға бір ойын уақытын берді. Сол ротацияның өзінде де бір ұпай алып тұр. Жалпы жаман емес. Қайсар қазір енді өте сенімді түрде бір ұшатын зонадан бір алшақтаған сияқты болды. Сол айтатын ойыным сол, Самат Смақовты алдында ойыннан кейінгі эмоциясын көрдік, жаңа кейін шешінің өлмесінде айтқан өзінің мотивациялық сөздерінде көрдік. Жалпы біз деңгеймен емес, рухпен, духпен аламыз деген сияқты сондай әңгімелер кетті. Жалпы рухпен, духпен негізі өз ұпайларын алады деген сенімдемін. Сол? Жақында бізде Солтүстік Македония құрамасымен ұлттық құрамамыз ойнайды. Оның алдында Беларусь командасымен жолдастық матч бар. Али Алиев негізі құрамды жариялады. Жалпы кім керек, кім жетіспейді? Меніңше барлық жігіттер қазір сен түрмен атайын деген жігіттерді шақырды. Дамир Марат туралы айтып кеттім ғой, бірақ Кенжебек Самородовқа мүмкіндік бұл жерде. Дамир Марат әлі шақырылады. Мұхаммедтің бір тізімде болуы білмеймін бірақ пенальтиден гол соқты ғой негізі Алияр Мұхаммед, иә. Қаншама ол көмектесе ме, көмектеспей ме, бірақ мен сендерге бір инсайт айтып кетейін біздің жанкүйерлерге. Беларусьпен болатын ойында бірінші таймда негізгі құрам Македония қарсы ойнайтын құрам шығады. Бірінші таймда.
бірінші таймнан кейін жаңағы мұхаммед секілді жігіттер, қуат секілді жігіттер, жұмат секілді жігіттер шығады, және де Македонияға қарсы ойында кім бізді андай бір енді 60-70 минуттан кейін бір кемінде бір жаңа ойыншылар шығару керек қой, сол қай ойыншыларды шығарам деген Али Ханалиевичтің сұрағына жауап осы ойында болады. Және де Дастан Сатпаев Беларусьқа қарсы ойында ойнамайды. Неге, Әлібек? Себебі жастар құрамасына шақырылды, Андорраға қарсы ойнайды. Сол бірінші жастар жалпы ондай бір керек емес перелет болмасын деп, одан да мына жақта біздің жастар құрамасына көмектесін. Одан кейін сол как раз таки бір неге Астана аренаға шамалы үйреніп, адаптация жасап, содан кейін неге солтүстік Македонияға қарсы ойында көмектеседі деген бір ойы бар Али Алиевтің. Сосын Қасым Әлібек жарақатына байланысты қатыспауы мүмкін. Білмеймін, оны қазір енді ақтөбелік медштаб шешеді ғой. Қаншама рискке бару керек, өйткені рецидив болып қалса, онда тіпті маусым соңына дейін ойнамай қалуы мүмкін Әлібек Қасым. Әлібектің орнына шығатын футболшы бұл Әлібек, меніңше, Сергей Малый болу керек. Сергей Малый, Малый, Жұмаханов, кім? Малый өтірік айтамын. Малый, Быстров, Әліп. Мен үштігім. Егер үш қорғаушымен ойнасақ. Иә, үш қорғаушымен егер емес, сол үшті қорғаушымен ойнайды ғой. Ойнайды, үшті қорғаушымен менің ойымша да сол, жалпы Қасымның орнына кім шақырылады деген жағдайда бұл мен үшін тек бір-ақ вариант болып тұр, тек қана Олар Жақсыбаев. Олар Жақсыбаевты жаңа Али Алиев айтып өтті ғой. Мен қазір Олар Жақсыбаевпен өзім жеке сөйлестім. Ол қазір орталық қорғаушы ойнамайды, сол себептен мен оны шақырған жоқпын. Орталық шепте ойнап жүргеннен кейін бізде бұл жақта конкуренция көп. Сол үшін шақырылды. Мен жаңа тізім бойынша тек бір сұрақ, Алмас Төлебайды неге шақырмады деп. Кеңейтілген тізімде болды да, кейіннен жалпы тізімде болмады. Ал мен үшін Алмас Төлебай осы ұлттық құраманың ең басты дефициттік позициясы, жаңа тіреуші жартылай қорғаушы позициясы мен үшін Қазақстан премьер-лигасының үздік ойыншысы. Жалпы инстат бойынша да барлық жаңа кеңейтілген жаңа статистика бойынша да менің ойымша барлық статистика бойынша негізі лидерлардың арасында тұрған Алмас Төлебай не үшін кірмеген, мен үшін бір сұрақ. Кімді алып тастайсың ал орталық алаңда? Кез келген орталық қорғаушы кім бар, сонымен Мужиковты алып тастауға болады. Неге алып тастамасқа? Қуаттың мен ойымша Алмас Төлебай одан да жақсы ойнады. Алмас Төлебай орталық қорғаушылар мен үшін үздігі. Негізі ойнау керек еді менің ойымша. Бұл жерде енді бас бапкер айтып кетті ғой, тәжірибе керек маған. Осындай ойындарда өйткені Македонияның мықты құрама ғой, группамыздағы, тобымыздағы мықты ойынсында жақсы олар негізі. Алмас Төлебайды шақырып сборныйға ұлттық құрама ойнамаған жігітке мүмкіндік беру, бұл осындай маңызды матчта қателік секілді. Мүмкін Беларусьпен шығаруға болатын мүмкіндік бар, Лихтенштейнге қарсы шығару мүмкін, бірақ дәп осы біздің топтағы ең маңызды матч осы Македония. Ұтсақ, біз әлем чемпионатына шығуға мүмкіндік аламыз ба деген бір андай бір не болады да. Екінші орынға таласа аламыз. Ұтылсақ болды, ұлттық құрама ары қарай басқа матчтарға қарсы басқа жас жігіттерді шығара беру керек меніңше. Кім бар? Малыйым бар, және кім тағы берген Мужиковтарды шақырмай, қалған ойындарға Жұмат, жаңағы Төлебай секілді жігіттерге жас жігіттер мүмкіндік береді. Сондықтан бұл матчтан кейін Әлібек егер шақырмаса, онда мен сенімен келісемін. Кеңейтілген тізіммен түсіп қалған Сұлтаниязов ше, Қараман. Дәл осындай жаңағы Төлебайды неге алған жоқ? Дәл осындай принциппен оларда іліккен жоқ. Өйткені олардың позициясында Қуатым бар, ұлттық құрама қанша матч өткізген, Жуков, Мужиков, тағы берген, сол секілді жігіттерді. Бұл жерде енді риск де, ондай рискқа бармайды бас бапкер. Маңызды матч. Ұтса, дальше қатысамыз, ұтпасақ болды. Онда келесі матчтарда ойнайық. Беларусьпен болған ойын туралы айттыңыз ғой, кімдер шығады, кімдер шықпайды. Солтүстік Македонияға қарсы ойында қалай болады деп ойлайсыз? Бізде ана Лихтенштейнмен болған ойында жастарға мүмкіндік берді ғой көбірек. Бұл ойында қалай болады? Жоқ, бұл ойында тәжірибе. Бұл ойында біз жаңағы синтетикалық алаң, Астана аренадағы солдаут болатынына мен сенемін, өйткені ұлттық құрамадағы ең маңызды матч, бірінші матч қой Али Ханалиевичтің Астана аренадағы. Сол себепті бұл жерде бір андай проверенный боецтер, Мужиков шыға ма шықпай ма мен білмеймін, орнына Георгий Жуков шығатын секілді. Жуков тағы берген ортада, сол арттағы үштікті біз айттық, қақпада Сейсен, бұл жерде без вариантов. Неге без вариантов? Кім бар? Заруцкий? Иә. Мен үшін Заруцкийдің ойынын көрдің бе сен? Соңғы ойында қателіктерін? Кешегі ойынын көрдім. Жақсы. Кешегі Жайрожанның мүмкіншілігін құтқарды. Оның алдындағы ойындар. Сейсенде қателік жоқ па? Болған жоқ. 5 матч 0-ге ойнады Астана. Жеңіске қарсы 2 гол жіберді.
оның алдында да гол жіберді. Жалпы мен ойымша Сисен жоқ, Сесенде привоз жоқ, надежный да. Мен үшін бірінші үштік Покатилов, Заруцкий, Сисен. Мен үшін осы үштік. Бір Сисенге андай бір нелер бар да, тым артық бір медиа. Мен Сисенді жаман қақпашы деп айтып жатқан жоқпын. Айтып отырсың сен? Мен айтып жатқан жоқпын. Мен айтып жатқаным ана басқа қақпашылар Сисенге қарағанда бір көбірек үлесі болған сияқты өз командасында. Мен Астананың ойынын көрген кезде андай орыста бір термин бар, сдутые мячи деген сияқты. Сисенге сол жетіп жатқан өте бір сдутый доптар жетіп жатыр да. Соның арқасында Астананың жалпы қорғанысы қазір КПЛ-дегі ең мықты қорғаншы шығар. Сол себептен жалпы мен үшін Покатилов. Егер жаңағы Алихан Алиш өзінің принципі бар ғой, қорықпай басқа шетелге кетті, ойнап жатыр деген өзінің принципі бар болса, негізі Покатиловты қою керек. Покатилов жаңағы бірінші ойындарға қатыспаған себебі КФУ-ның қателігін айтып өттік, жаңағы виза байланысты. Жалпы қазір былай қарап өтсек, негізі Покатилов номері 1 мен үшін. Қорғаушылар бойынша келсем, оны да жаңағы кім атап өтті, Малый болады. Малыйға бабында Быстров оң жақ орталық қорғаушы, онда Алихан Алиш. Астанов ойыншылар ондай. Оң жақ қапталда мен ойымша Астанов, Малый мен екеуінің бір связкасы бар. Тапалов қазір кейбір матчтар кірмей жүр. Сол жақта негізі сұрақ бар, қазір Асранқұлов бар, одан кейін Вараговский бар. Үстінде Самородов, мына жақта Чесноков және де Айбар Жақсылық. Бірақ ортада мен ойымша Жуковтың қазіргі жағдайын білмеймін. Соңғы 5-6 матчты жарақатқа байланысты ойнаған жоқ қой. Сол себептен енді кім болады? Қазір физикалық жағдайын білмеймін. Жуковтың егер бабында болса, негізі Жуковтың қасында Асхат Тақберген. Жоқ, мен ойымша негізі қуатты ойнау керек. Құрметті көрермендер, өздеріңіздің нұсқаңызды комментарийге жазып кеттіңіздер. Егер сол құрам дұрыс болса, онда сізге біздің арнадан сыйлық болады, бір футболкаңызды атып жібереміз деп та. Қазақстандық ойыншылардың қолтаңбасы қойылған. Бүйтіп жазыңдар. Жоқ, қолтаңбасы емес. Мысалға құрам жазасыздар ғой. Және жақшаның ішінде қандай команданың жейдесі керек. Оқжетпес, Қайрат, ұлттық құрама, немесе біздікі секілді мерч, любой клуб жаза кетіңіздер Қазақстан премьер-лигасын. Біз сол, егер сіздікі дұрыс болса, біз сол футболканы сізге береміз. Бүгінге осы, құрметті көрермен, біздің Спорт Пульс YouTube арнамызға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, не ұнады, не ұнамады. Келесі Әлібек аут деп жазады. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.